Бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты менен жасанды интеллект таныстырып өтсін. Мақсатымыз өрлеу, бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы нәресте басының шалқайып орналасуы. Нәрестенің көлденең және қиғаш орналасуы. Тақырыптың мақсаты нәрестенің қауіпсіз орналасу жағдайларын түсіну, патологияларды тиімді басқару арқылы ана Көлденең дегеніміз, яғни нәресте омыртқасы әйелдің омыртқасына көлденең орналасуы. Жазып аламыз. Көлденең орналасуы. Енді қиғаш орналасуы. Қиғаш орналасуы дегеніміз жатыр осыменен нәресте осы сүйір бұрыш жасап орналасуы. Не оң, не сол жағына орналасуы мүмкін. Жамбаспен келгенде де ол осы қиғаш орналасуы мүмкін. Бұл жердің диагностикасы қалай? Жауап қойын. Қалай диагноз жасай аламыз? Сыртқа акушерлік тексеріс арқылы. Егер де тірі ұрық болатын болса, біз оны жедел түрде кесіртілігіне аламыз. Жедел түрде кесіртілігіне алғанның өзінде біз мынаны қарастыру керекпіз. Нәресте қолы түсіп кетті, сыртқа түсті. Сыртта бізде не бар? Ауадағы инфекциялар болуы мүмкін. Ал кесіртілігін біз үстіден кесіп, баланы жоғарыдан алып шығу керек қой. Сол себепте мына жерде қолы түскеннен кейін қан айналым системасы бұзылды баланы. Қолы ісіді, мына сүйекке тіреліп тұрған жерінде ісік пайда болды. Одан сайын күшейе түсті, өйткені үстінен толғақта ұруы мүмкін. Бұл себепте бізде жатырдағы асқыну болмас үшін не істейміз? Мына қолды стерилді дәкеменен, яғни физрастворменен жуып, өңдеп, орап қоямыз. Сосын жедел түрде операцияны дайындаған. Егіз жүктілік. Бірінші баласы баспен шықты. Екінші баласы жатырдың үлкендігінен ол баларды да положениесін ауыстырып алды. Өзгертіп алды. Өйткені оны орын өте көп, пока біріншісі туды, екіншісі алды да көлденең жатып алды. Не істейміз? Біз оны екінші рет кесіртілігіне алып кетпейміз ғой. Екі жарақат бермейміз ғой әлге. Сонда бұл да біздегі стандарт. Яғни мен сіздерге қолмен көрсетіп өтейін. Бәрі стерилді болу керек. Стерилді болу керек. Өңделінген, әйелге спазмолитик берілген, кішкене жарақат болмас үшін, қолымызды жаңағы 151-ші приказбенен жуылған, бәріңіз білесіздер, акушерлік қолымызды бөгейміз, кіргізуге дайындаламыз. Сыртқы жыныс мүшесін аша отыра. Жыныс органына кіреміз, жатырға кіреміз де, аяғын іздейміз. Аяқ жағын іздеп, оның өзін біз өте с осторожностью дейді ғой. Өте жаңағыдай бақылауменен ұстаймыз. Аяқты екі табанына ұстай отыра, акушерлік қолымызға қыса отыра, үстіңгіде жатырды жай ғана бұра отыра, аяқты аяққа қарай кіргіземіз. Коммуникативті дағдыны қолданамыз бұл жерде қыздар. Әйел адам паникаға түспеу керек. Әйел адамның бізге паникаға түскені босанғаннан кейінгі қан кетулерге жол беріледі. Ол мезгілде. Сөйлесе отыра, жай баяу, қолды аяққа қарай әкелеміз. Әкелдік. Ары қарайғыны уже жаңағы алдыңғы тақырыптан өздеріңіз білесіздер, аяқпен туғызу тәсілін жасаймыз. Дұрыс па? Бұл да біздегі бір алгоритміміз. Сілтеме бойынша кіріп орындауларыңызға болады. Аты жөндеріңізді жазуларыңызды ұмытпаңыз. 12 стандартта айланға отыра, кімге қандай алгоритм түсетінін шеңбер анықтайды. Бірінші, нәрестенің болжамды салмағын анықтау дейді. Кім айтады екен? Нәресте болжамды салмағын анықтау үшін ананың шайнауының мен
қынаптың жатырдың биіктігін өлшейміз. Соны 11-ге көбейтеміз. Шыққан санның нәрестенің болжамды салмағы болып саналады. Шүйдем жатырдағы алдыңғы түрдегі босану биомеханизм дейді. Керекті зат бізге неге? Фантом және нәресте кукла. Бізде негізінен шүйденің алдыңғы түрдегі босану биомеханизмі дұрыс босану болып саналады, ең дұрыс. Бізде бірінші кезеңде қалыпты жағдайдағы, босануда, яғни ең дұрыс дегеніміз қалай кетті? Қалыпты жағдайда нәресте шүйдеменен келеді. Бірінші кезеңде бала басы бүгіледі. Бізде жетекшілікте кіші еңбек болып табылады. Бала басы қиғаш өлшемде, ең кіші қиғаш өлшемде ананың жамбас астауына түседі. Жамбас астауына түскеннен кейін бала ішкі бұрылысын жасайды. Ішкі бұрылыс жасағаннан кейін баланың шүйде асты шұңқыры ананың қасаға сүйегіне бекиді. Осыдан кейін бала басы қатты шалқаяды. Сол кезде баланың шүйдесі, төбесі, маңдайы, беті және иегі туылып, басы баланың туылады. Одан кейін бала сыртқы бұрылысын жасайды. Ананың сандарына қарай бұрылады, яғни жамбаспен жатудың қолының артқа қарай ығысуы. Бізде бірінші нәресте жамбастары жауырмасына дейін туылып алады. Соны біз анасының шат сүйегіне бұру арқылы позиция береміз. Одан кейін нәрестенің қолын шынтақ буын бүкпесу басу арқылы қолын босатып аламыз. Сосын нәрестені 180 градусқа бұру арқылы артқы иығын алдыңғы иықты аламыз да, келесі шынтақ буын басу арқылы біз алдыңғы қолын шығарамыз. Сосын нәресте басы ішкі бұрылыс жасап, шүйде асты шұңқыр қазаға сүйектің астында бекіну нүктесі болады. Одан кейін біз нәресте барысын марисо-леврелі шатпелік тәсілі арқылы шығарамыз. Біз ол үшін оң қолымызды қынапқа кіргізу арқылы сұқ-сұқсағымызбен нәрестенің иегін басамыз. Ал екінші сыртта тұрған қолымызбен нәрестенің желке тұсын басу арқылы басамыз. Сосын нәресте басын шалқайту арқылы бірінші иегін, бетін, маңдайын, төбесін туғамыз. Өте жақсы. Бізге тағы скелет перчатка, қысқыш, қайшы. Қайшы дұрыс айтады. Кіндік кесу үшін бізге қайшы керек, жақсы. Тағы. Если бізге толық әлсіз болатын болса, оған керек окситоцин, сол үшін бізге шприц де керек болады. Дұрыс айтасыз. Болды. Заманға байланысты бәрі одноразовый, бір реттік қолдануға арналынған, әйелге арналынған. Бұның ішінде не бар? Оқып шығуыңызға болады, біліп алыңыз. Бұны жалпы практикада ауруханаларда көресіздер. Келесі кім шығады екен? Ең алдымен жүктілік уақыты қанша уақытқа дейін созылатынын білуіміз керек. Жүктілік 280 күн немесе 40 аптаға дейін созылады. Босану уақытын анықтау үшін Негеле формуласын қолданамыз. Яғни соңғы ертеккірдің алғашқы күнінен 3 айды алып тастаймыз да, оған 7 күн қосамыз. Жылы сөзбенен маңдайымнан сипайын, ыстық қолменен қолдарыңды қыстайын, билігімді сыйлайын, нәрестені ұстайын, ана болған өзіңді құшағыма қысайын. Боласыздар ғой сіздер. Биыл соңғы жылдайсыз ба? Өте қуаныштымын. Енді құрметті студенттер, біздің енді мынау әйел босандыру жолындағы баланы дүниеге әкелу жолында біздің жұмысымызда өте көптеген патологиялық жағдайлар кездеседі. Сол патологиялық жағдайларды алдын ала қолға алу дер кезінде көмек көрсету үшін қазіргі сіздерге теориялық тақырып өтіп жатыр. Осы теориялық тақырыптарыңыз мықты болу керек. Сіздер енді мысалы жаңағы артқы түрі маңдаймен жатқан түрі, ол үшін мынау баланың басы тазға, оның 4 кезеңі болады. Бірінші, екінші, үшінші, 4 кезең. Бірінші кезең баланың басының бүгілуі болып саналады. Сол кезде бала басы бүгілген кезде баланың басы жамбас сүйегіне жетекші нүктесі мұрынның түбі болып саналады. Сондықтан маңдайы баланың оң жақ жамбасына тіреледі. Осы жетекші нүктесі, осы үлкен размерде баланың маңдайы осы жамбасқа қалыптасады. Осы қалыптасқан осы үлкен размерде